Сәлем достар, біздің Чаллендж KZ каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде сіздер көп сұраған, көп жазған, көп күткен видеоларыңыз сұрақ-жауап. Және де біз сұрақ-жауап түсіреміз деп сообществоға да, және де инстаграмға да салған болатынбыз. Енді сіздер бізге біраз сұрақ қойған екенсіздер, сіздерге көп-көп рахмет. Барлығына жауап беруге тырысамыз. Бұл видеоның соңына шейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ендеше бастайық. Бізде ең бірінші Фируза Бердиева атты подписчигіміз мынандай сұрақтарды қойыпты. Домбырада қандай күйлерді орындай аласың, Мария? Мария. Мен Еркемай, Jingle Bells, Жастар биі, Нәр ағашы, Сеппен көк, Тойбастар, сосын Әке толғауы, Кеңес, Келіншек, Балбырауын, сосын Ерке шылқым, Адай. 12 күй біледі. Алдағы уақытқа челленджге қатысты жоспарың қандай видеолар түсіруді жоспарладым? Достар, біз әлі нақты шешпедік. Алдыңғы видеолар мүмкін күзгі образдар, немесе 1000 теңге, осы 500 деген секілді челлендждар шығып қалуы мүмкін. Сондықтан да каналымыздан алыстамаңыздар. Айнамкүл Байекиева атты подписчигіміз қашан үйлеріңе толық рум-тур түсіресіңдер? Рум-турды жақында түсіріп қалуымыз мүмкін, сондықтан да каналға тіркеліп жүріңіздер, және басқа да видеоларымызды көріп жүріңіздер. Енді бір миллионға жеткеннен кейін түсіреміз деп бүйтіп алмай қойық та енді. Бір 2000-дарға жақында қалған кезде мүмкін сіздердің қалауларыңыз бойынша жақында түсіріп қалуымыз да мүмкін. Сол үшін подписаться етіңіздер тезірек. Үйді жинаймыз сол кезде. Генеральный уборка болады. Бейтер болашақта кім болуды қалайсың деген сұрақ қойыпты. Мен 7 жасымда өзім дәрігер немесе мұғалім болуды армандайтын едім. Өйткені мен ол кезде тек қана дәрігер мен мұғалімнен басқа ешкім білмейтін едім. Ал қазір менде көптеген варианттар бар. Мен переводчик, журналист немесе IT программист болғым келеді. Мен мектеп бітіргенге дейін нақты біреуіне тоқтаймын деген ойдамын. Мен өскен кезде дәрігер болғым келеді. Осы барлық адамдарды емдегім келеді. Өскен кезде емдегім келеді, дәрігер болғым келеді. Басқаларға көмек бергім келеді. Керемет. Мен кішкентай кезімде 8-9 жасымда суретті өте күшті салған едім. Мысалы үшін 3D немесе мультикті көріп отырып, суретпен жасалынатын мультиктер бар, соларды тоқтатып қойып салған едім. Ал қазір енді ойым өзгерді, ұшқыш болғым келген. Сосын барып тағы да өзгерді. Қазір енді Илон Масктың көліктер, машинелер ойлап тапты ғой. Сондай сияқты машине, көлік, тағы да басқа техникаларды ойлап тапқым келеді. Өте керемет. Өте керемет. Бейтер бізге нешінші жылғысың деген сұрақ қойыпты. Мен 2009 жылғымын. Мен 2013. 2011. Қай мектепте оқисың? Мен 180-ші жалпы білім беретін мектепте оқимын. Бұл мектепте мен почти 8 жыл оқыған, Налибойдан бастап. Мен ең басында 26-шы мектепте оқығам, Налибоймен 1 сыныпта. Ал 2-ші сыныпта 180-ші мектепте оқығам, енді 3-ші сынып 2-4-те оқыдырмын. Әр жақта болып келген. Менікі 2 мектебім бар. 4 сынып бойы, 5 сынып бойы. Налибойдан бастап. Мен осы 180-де жалпы білім беретін мектепте оқыдым. Содан кейін биыл лицейға түсіп, 126-шы мамандандырылған лицейда оқимын. Қарақалпақстаннан сәлем. Қарақалпақстанға сәлем. Сатыбалды Назико. Сіздер су ішіп қойма челленджін қашан түсіресіңіздер? Қашан түсіреміз? Білмеймін. Енді бәрі түсіріп жатыр ол енді. Сіздер тағы да осылай көп жазатын болсаңыздар, әрине біз сіздердің айтқандарыңызды орындаймыз. Негізінде бұл челлендж өте қызық және керемет, сондықтан да мұнда түсіруіміз мүмкін. Жанель Мақұлбек былай жазыпты. Айниса жайлы толық айтып кетсеңіздер. Айниса біздің ең үлкен әпкеміз, 15 жаста. Айниса әпшеміздің өзінің каналы бар. В описании. Короче, в описании. Қолдап кетіңіздер, достар. Айниса да күшті видеолар түсіреді. Вероника Асқар. Қай мектепте оқисың? Біз бағана барлығын айтып кеттік. Ал енді жүрекше бізге мынандай сұрақ қойыпты. Айниса қанша жасынан бастап қашан Турцияда болды? Айниса бізде 13-14 жастарынан бастап кәдімде
турецкий сериалдарды көріп, түркше сөйлеп, практиковаться ететін еді, бірақ та былай айтқанда ешқандай қосымша қатыспаған. Өз күшімен, таза өз күшімен Турцияға түсті 14 жасында. Қазір Асия екеуі бірге көретін еді да, Аниса мен екеуі бірге көріп алып түркше киноларды көріп. Қазір кішкене болсын біледі Асия. Соның арқасында мен Полиглот. білемін. Так, Серга Серема. Омар, сен қай сыныптасың дейді. Мен биыл 5-ші сыныпқа көштім. Молодец. Асия домбыра қалай болып жатыр, Серга Серема? Жақсы, рахмет мен туралы сұрағаныңыз үшін. Мен қазір адайды үйреніп жатырмын, бірақ қанша айтсақ та Мариам менен жақсырақ тартады. Ертерек қатысқан және де 1-2 күй артық біледі менен. Молодец. А мен 0 білемін. Так, Хамида Мұхаммеддаза бізге мынандай сұрақ қойыпты. Мариам, сен домбыраны неше жастан бастап үйрендің? 7 жастан бастап. Уже мен 2 жыл қатысып жатырмын. Иә. 2 жыл ма? Иә, 2 жыл. Мен 7 жасымнан бастап қатыстым. Жанел Мақұлбек, келесі видео не туралы болады? Ол әлі белгісіз. Так, Хамида Мұхаммеддаза, Омар жасың нешеде? 11. 11. Иә, 11-де, ал Серга Серема, Турцияда туыстарың бар ма? Негізі Турцияда туысымыз, бүйтіп айтатын туысқанымыз жоқ, бірақ бізде әпкеміз, туған әпкеміз Аниса бар. Жанел Мақұлбек, Аниса Турцияға қалай түсті? Өте қызық сұрақ. Бұны сіздер Анисаның каналында әлі бұл туралы видео шықпады, бірақ каналына тіркеліп кетсеңіздер, жақында шығуы мүмкін. Аниса негізінде Турцияға бүйтіп түсем деп кішкентай кезінен дайындалмаған. Ол просто так 8-ші сынып оқып жүргенде кәдімгідей турецкий сериалдарға түрік тіліне махаббат ашылып, ынтасы пайда болып, сөйтіп дайындалып жүріп, бір кезде қалап түсіп кетті. түсіп кетті, емтиханға барып, барлығынан жақсы тапсырып, және де сол кезде Қазақстаннан тек қана 4 қыз шықты. Білесіздер ме? Соның ішінде біздің әпкеміз Аниса бар болды. Серга Серема, бір видео түсіргендерінде қанша ақша жаратасыңдар? Ну, енді примерно 5 мың ары берісі ғой. Негізінде біз көп челлендждерді үй жағдайында түсіреміз, сондықтан да бізге көп қаражат кетпейді. Ал кейбір челлендждерді өздеріңіз көріп жатқандай, сыртта түсірген кезде 5 мың ары берісі кетеді. Қазір мысалы үшін біз видео түсіріп жатырмыз, бұған ақша кетіп жатқан жоқ. Нұркен Иахан. Так, бізге мынандай сұрақ қойыпты. Мариам, Шымкентке қашан келесіз? Біз осы сабақ біткен кезде жазғы каникулда барып тұрамыз, сондықтан да бізді күтіңіздер. Весело. Хамида Мұхаммеддаза бізге Мариам сенің жақсы көретін түсің қандай дейді? Бір түс айт, миллион емес. Менің жақсы көретін түсім қандай деп аласыздар? Конечно, қызыл. Жақсы. Ал Жанел Мақұлбек, үйде қанша адамсыздар? Үйге Аниса келсе біз көбейіп 6 адам болып қаламыз, ал Аниса Түркияда қазір оқып жатыр, үйде жоқ. Сондықтан да бізде 5 адам. Әкеміз, анамыз, Мариам, Омар, мен. Осылай 5 адам. Айс Тока Бока. Бізге мынандай сұрақтар қойыпты. Саған кім ютубқа видео түсіруге көмектесті? Негізінде шынымызды айтсақ, бұл ютубқа видео түсіруді бізге Анара тәте мен Айша, бізде бәрі бар каналы, бізге осына идея тастаған. Ютубтан көңіл көтеріп, қуанып, сол арқылы видео түсіріп, сол арқылы табыс таба аласыңдар дегендіктен біз жайлап ютубты бастадық. Бізде бәрі бар каналы бізді көп қолдап, сообществоға қойып, бізге көп көмек берді. Егер сіздер көріп отырсаңыздар, сіздерге көп рахмет. Жалынды сәлем. Кім видеоңды монтаждап береді? Та-дам! Әрине мен, достар. Мен ғой енді. Отбасымызда қазір видеоны барлығымыз түсіргенмен, мен монтаждаймын. Мен обложкасын жасаймын. Мен монтаждаймын, мен оны ютубқа жүктеймін, мен оны шығарамын. Және челленджға қатысады. Білесіздер ме? Еще Ася деген осы монтажда отыра беріп, түнгі сағат 4-ге шейін монтаждайды. 4-ге шейін. Телефонды алып қоймағанша. Кейбір видеолар сондай болды. Ұзақ.
барлық шындықты айтсам. Ал енді үшінші сұрағы, айына ақша аласың ба ютубтан? Өтініш жауап берші. Біз монетизацияға енді жаңадан қосылдық. Егер сіздер де осылай бізді қолдап, күніге лайк қойып, комментарий жазып, просмотр көбейтсеңіздер, әрине, Құдай қаласа бір күні бізде ақша алып, айлық алатын күнге де жетеміз деген ойдамыз. Нұркен Яхан, Омар, футбол қалай болып жатыр? Енді 1,5 жылдай қатыстым футболға, енді үйрендім, допты тептім, ойнауды, алдасуды үйрендім. Бірақ қазір енді уақыт жоқ дегенде, мектебім алыс, соған баруға уақыт кетеді дегенде, сол себептен қазір қатысып жатқан жоқпын. Бірақ жазғы демалыстарда басқа уақыттарға қатысуым мүмкін. Бірақ осы футбол арқылы қазір дене шынықтырударда футбол ойнаймыз, сол кезде Лидері болып жүр. Лидері және ең жақсы ойнайтын балалардың бірі. Күшті болып жүр. Молодец. Келесі сұрақтары Нұркен Яханның. Асия, сендер қай қалада тұрасыңдар? Біз Алматы қаласында тұрамыз, достар. Мөлдір Бейсенова. Мариям, сен нешедесің? Мен 9-дам. Жақында 9-ға толдым. Қазан 2-сі. Мариям, маған сәлем жолдашы. Сәлем. Мөлдір, Мөлдір. Сәлем, Мөлдір. Жанель Мақұлбек, канал ашу ойыңызға қалай келді? Негізі бағана айтып кеткендей, бізде бәрі бар идея тастады, және сол арқылы біз қыстың 14 ақпан күні осы каналды ашып жүргізіп келеміз. Хамида Мұхаммадаза, Омар, сен қай сыныпта оқисың? Мен 5-ші сынып оқимын. Бағана ескерген. Кара, ата-аналарыңның аты кім? Мен айтайыншы. Біздің анамыздың аты Гүлмира, әкеміздің аты Мансұр. Әкеміздің аты Мансұр, мен Гүлмира, анамыздың. Асия, сен білдіңсің. Мари бізге бит жазыпты. Сәлем, менің сұрағым, руың кім? Біздің руымыз Қоңырат. Оның ішінде Божбан, біз достар. Егер подписчиктеріміздің ішінде Қоңыраттар болса, Қоңырат Божбандар болса, комментарийға жазып кетіңдер обязательно и лайк қойыңыздар. Қай жүз? Қоңырат бізде орта жүздеміз. Оқу үлгерімдерім. Так, Құдайға шүкір, біздің отбасымызда 4 бала бар, 4-еумізде барлық сыныпта үздік болдық, барлығымыз 5-ке шықтық. Және де осы 1-ші тоқсанда да 3-еуміз де 5-ке шықтық. Құттықтаймын сендерді. Құттықтаймын. Мен ешкім құттықтамай десін. Құттықтаймын. Құдайға шүкір, біз 5-ке шығып, үздік оқып, сабағымыздың үлгерімі өте жақсы. Уайымдамаңыздар. It's okay. Луна атты подписчигіміз бізге Аниса сендердің кімдерің деген. Бағана айтқандай, бізде Аниса әпкеміз, туған әпкеміз болып саналады. Жасың қаншада? Мен 13-тем. Мен 9-дам. Қаншасыншы класс оқисыңдар? Мен 7-ші сынып оқимын. Мен 3-ші сынып оқимын. 5 деп қайтады. Ал Сайрамгүл Көшкінбай бізге былай жазыпты. Омар қаншасын сынып оқиды? Қазір айтып қойды 5-ші сынып. Ал блогер болуларына кім қарсы болды? Ешкім. Бәрі қолдады. Достар, отбасымызда бізді барлығы қолдап, бізге көмек берді. Сол мотивация арқылы біз әлі кешін каналды жүргізіп келеміз. Ал Аниса сендер кім болады? Айтып қойдық. TikTok аккаунт бар ма? Бар, конечно. Асиго 09 қалдырып кетеміз, подписаться еткеніңіздер. Біз қазір қатты жүргізіп жатқан жоқпыз, бірақ нормально жүргізіп жатыр. Жауап бересің деп ойлаймын. Егер сұрағымды оқып отырсаң, маған сәлем жолдашы. Атым Айару. Сәлем, Айару. Бізден жалынды сәлем. Сәлем. Так, Назира Абдилазизова. Анаңыз менен видео түсіресіз ба? Анаңызбен видео түсіресіз ба деген сұрақ қойыпты. Біздің анамыз орамал тағады, және де көп видеоға түскісі келмейді, бірақ та көп видеода, почти барлық челлендж видеоларда бізге оператор болып жүреді. Оператор болып идея тастап қояды. Сонымен достар, бізге келесі Абдуллах Өзбек атты подписчигіміз былай жазыпты. Омар, сенің хоббиің? Бос уақытымда допты теуіп ойнау және есептер шығару. Омар, жақсы көретін түсің?
жакшы көретін түсім негізінде жасыл. Жасыл Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың ең жақсы көретін түсі екенін білдім. Содан кейін мен оны жақсы көріп кеттім да, сосын барып жасыл түсті әлі күнге шейін жақсы көремін. Ал Умар деп атыңды кім қойған? Әрине ата-анам қойды. Құран оқи аласың ба? Оқып берші. Атың Умар болса, Құранды оқи аласың деп балайын. Оқи аламын. Құраннан Қадыр сүресін оқып берейін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Сонымен достар, бибеттердің тағы бір сұрақ қалып кетті. Асия, сен английскийді қанша жылда үйрендің? Английский. Ағылшын тілінде, шет тілін, яғни. Мен мынанша жылдың ішінде үйрендім деп айта алмаймын, себебі мен кішкентай кезімнен бері, бастауыштан бері ағылшын тілін сүйіп оқитын еді. Курстарға қатыса бастадым, стадиру, мизиго деген секілді. Еще лагерьге бардым. Иә. Ал қазір мен чисто өзім оқып жатырмын. Бірақ жақында қосымша қатысамын деген ойдамын. Ал бізде ең соңғы бір сұрақ. Қайсысы? Ең соң. Серга Серемада. Мариям, қай сыныпта оқисың? Бағана айтып қойдым. Үшінші Д сыныбында оқимын. 36 комментарий келген, және де соның барлығына жауап беріп үлгердік деген ойдамын. Сұрақтарыңызға толық жауап алдыңыздар деген ойдамын. Сіздерге көп рахмет. Ендеше осы видеомыз аяқталды. Қош болыңыздар. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және комментарияға жазып бізді қолдап отырыңыздар. Челленджға идеяларыңыз болса, әрине комментарияға жазып кетіңіздер, біз оны түсіруге тырысамыз. Ендеше, қош сау болыңыздар!